Қазір бәріміздің қолымызда телефон. Бір қарағанда зиянсыз көрінетін діни кітаптар, брошюралар немесе уағыздар интернетте қаптап жүр. Бірақ соның бәрі шынымен де таза ма? Радикалды әдебиет бұл жай ғана оқулық емес. Бұл адамның санасын улау үшін арнайы дайындалған психологиялық қару. Олар алдымен сіздің діни сезімдеріңізді оятады, сосын қоғамға, жақындарыңызға, тіпті өз отаныңызға қарсы қояды. Соңы заң алдында жауапкершілік, айранда үйған отбасының бұзылуы және өкінішке толы өмір. Тұзаққа түспеудің 3 алтын ережесі. Бірінші, кімнен оқып жатырсыз? Авторын тексеріңіз, ол ресми танымал дінтанушы ма? Екінші, қайдан жүктеп алдыңыз? Кез келген белгісіз телеграм каналдар мен сайттардан діни кітап алмаңыз. Үшінші, ресми дерекке сеніңіз. Ал діни сұрақтардың жауабы тек дін істер басқармасы немесе Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының, яғни КМДБ ресми сайттарынан іздеңіз. Интернет білім бұлағы емес, үлкен майдан даласы. Соқыр сенімнің құрбаны болмаңыз. Абай болыңыз, өз болашағыңыз бен жақындарыңызға қорған болыңыз.